Ассалаумағалейкум достар. Бүгін бізде Toyota Camry 2005 жылдығы қозғалтқыштың көлемі 3 литрлік. Бүгін біз диагностика жасамаймыз. Уже диагностика жасап болып, торды қайтадан жинап жатырмыз. Автокөлік 3 түк. Бұл автокөліктің блогы қайнап жарамсыз болып қалған. Сондықтан біздің жігіттер бұл моторды алып тастап, жатқан бір мотор болды бізде де 3 түк. Содан 2 мотордан 1 мотор қылып жинап жатырмыз, тазалап. Мінекей, бұл қазір клапанды протирка ма? Орнына отырғызам десейші өстіп. Сосын дрелімен айналдырам. Солай ма? Қолмен ба? Қайтсең де ручной работа жақсы ғой. Қолмен жұмыс, солай ма? Көп жігіттер дайректке жазады, цилиндрден неше клапан деп. Сондықтан сіздерге айта кетейін. Цилиндрде қазіргі автокөліктерде 4 клапан бар. 2 мұздай клапан, 2 ыссы клапан. Баяғы Жигулилер емес па, тек 2 клапан, 8 клапанды автокөліктер. Қазір 24 бар, 16 бар. Магар жиналған екен, Магар, Но клапан сальниктен болады ғой осы проблема. Клапан сальниктен. Май жегеннен болады. Май жеген клапан сальниктен міне осындай май жиналады. Сондықтан қазір машинаңызда компрессор жоқ, бензин, май расход бар деген кезде мына седлоға отырмайды. Мына седлоға отырмағасын, мынандай майдың кесірінен автокөлікте компрессия болмайды. Мінекей. Бүйтіп ашық тұрады, жаңағы нагар жиналғанда. Негізінде өсіп тап-таза дұрыс отыру керек. Мотор тестер мен осындайлықты анықтайтын еді. Клапан дұрыс жабылмай қалады өстіп. Или кеш ашып, кеш жабады деген осы мен. Мына седлоға отырмайды. Мына седло деген өстіп тазалап, клапанды тазалап, протирка жасап, өстіп отырғызады дрелмен. Өзі ручной работамен қазір егейді седлоға отырғызады. Мұнан әлі кольцаларын ауыстырмаған не зат? Міне. Біздің міне оқырмандарымызға көрсетейін. Клапан сальниктен май кетейін деген осы. Мұна клапан, мына жерге жиналып болады. Мотор тестер осыны анықтайды. Кәдімгі диагностика бұндай заттарды қарамайды. Осындай затпен клапан сальник отырған, немесе клапанды регулировка жасады дегенде міне осындай болады мен клапанда. Камридің моторы бүгін шығады деген шеш, кешкіге дейін. Бұл автокөлік 6 цилиндрлік болғасын. Бұл 2-ші блок цилиндров. Бұның сыртын қазір жуып, тазалап, ашып барлаған. Негізінде Toyotаларға 5-30 деген май қою керек, сұйық. Қою май құйған кезде мына ішіндегі каналдар жабылып болады, май өтетін. Арзан май құйғанда осындай міне қарап болады. Бірақ енді менімен көбісі келіспер, себебі ақылды адамдар да көп қой. Мінекей, көліктің кірлігі головкілер осындай кір болып келеді. Клапандар міне. Бұл нагар. Ішіне су кеткен. Блокты қайнатып алып дедім ғой мұны. Бір қаптан қайнатып алған, су жоқ. Біздер сосын біздің сервис
Біздің сервисте бір жақсы арам пиғылықтар жоқ. Катализаторлар міне орында. Автокөлік 2005 жыл болғанымен де міне катализатор орында. Көп автосервистер мотор ашқан кезде клиентке айтпай мына катализатордан қағып алады. Себебі бұның килограммы 30-40 мың, 50 мың тапсырады. Біздің сервисте болса, біздің балдарда болса, бұл катализатор орында тұрады, жинаймыз. Себебі мына катализатор алып тастағаннан кейін мына лямбда датчик адамның мұрны сияқты бедный богатый смесь қылып распределять етіп тұрады. Сол дұрыс показания бермей, расход та көбеюі де, көліктің дұрыс жүрмеуі де осыдан болады. Қайсы протирканы? Клапанның протиркасы міне Үсен ағамыз көрсетіп отыр. Анау әйтеуір күш салынады ғой. Дрелімен айналдырғанша да. Солай ма? Дрель тек айналдырып тұрады ғой. Ойсып міне клапанның протиркасы. Білмейтіндеріңіз болса, клапанның протиркасы осылай отырады. Мына седлоға отырмайды. Седлоға отырмағасын өстіп егеп, протирочный пастамен жағып отырғызатын боласың. Барлығын. Осының барлығы міне қолдың жұмысы.